өткенде біздің неміз босан біздің небереміз бар. Қараңдаршы, сурет қараңдаршы, қандай керемет. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет, қандай сұлу. Бұның атын Ханна деп қойдық. Бұл аты Ханнаның аты рахымдылық аты. Жұма күні бәрін бірге болдық. Рахмет айтам, құттықтағандарың үшін рахмет. Баланың туылуы. Бұл енді керемет. Бұл таң ғажап қой. Жоқ еді, бар болды. Қандай керемет, ғажап қой. Өте қандай ғажап. Вот келді, мына әлемге келді. Мына қолымызда енді. Бұл егер бұл орын болмағанда біз күтеміз, мына баланың туылуын күтеміз. Оның мына әлемге деген бірінші қадамы, оның бірінші қадамы. Біздің өмірімізде бұл әділдік қой қандай. Рухани жағынан да біз Құдай әкем ең қызыл қалай өмір сүремін деп келгенде біз рухани қайта туылғанда керемет. Рухани туылу бар, және шомылу, бірінші рет баланы шомылдырады. Бұл керемет қой. Бұл деген ешқан тоқтамайтын бұл процесс. Бұл мен иемізге сендім деген өзі бірінші қадам, мәңгілік өмірге деген бірінші қадам. Семьяда туылғанда осы баланы күтіп отырады. Баласына өйтіп айтпайды ғой. Мен сені өссең де, неғысаң да маған көмектеспей ақ қой. Маған туған бұлай күтпеймін деп отырған, бұл дұрыс емес. Ол айта алмаймыз ғой, мына баладан ешқандай пайда шықпайды. Өмірімізде де. Бізді әшейін жай ғана туа салған жоқ. Бізде мына өмірде пайда болғанда, оның семьясында өсу. Біз оны бір-бірін көмектесу үшін, оның үміті деген бір жауапкершілікті үйде осы жауапкершілікті айтамыз. Бірінші Тимофейдің 4-ші тарау 12-тен бастап оқимыз. 4-ші ешкімде өзіңді жас деп менсінбе қарауына жол берме. Қайта сенушілер сөйлеген сөзің, мінез құлқың, сүйіспеншілігің, сенімің де пәктігімен үлгі бол. Мен барғанша келі жазбаларды оқып беріп, насихатпен сенімдерін нығайтып, тәлім беруіне айналса бер. Қауым жетекшілерін сенің үстіңе қолдарыңа қойып бата берген, Құдайдың рухани берген хабарын осы сыйға саған сыйлаған рухани дайында елемей жүрме. Осыларды орындап, өзіңді соған арна, бәріне бұған да сенім алып басыңна ала көрсін. Өзің де үлгі көрсет оларға. Ода өте үлкен мәселе болды. Оны менсінбе қарағанда, өз үлкен адамдар менсінбе қарағандарда, енді өзіңіз ойлаңдар, өзі әкесі, шешесі еврей, әкесі басқа ұлт деп, және үлкен деп, оны түсініксіз, түсінікпен емес түсінбеді. Және қауымда деген жалған тәлім кетіп жатыр. Даже кейбір адамдар Исадан кетіп қалды. Ал ол Тимофей білмейді оған. Ол қалай жәрдем берем деп сондай болды. Енді қалай оларды қайтадан қалпына келтіру. Ол не істерін білмейді. Даже мына ізгі хабарға ол сенімсіздікпен қарап, енді қол аяғы босап, енді сенімнен кете бастады. Оның бәрін тастап кетіс келеді. Қауымнан тастап кетіс келеді. Сондай нәрсе болды ма сіздердің өмірлеріңізде?
егер сіз мына планетада өмір сүріп жатсаңыздар, ұзақ өмір сүрсеңіздер, ештеңе істегің келмейді, мына қол аяғым босайды, ештеңесінен бәріміз осы Тимофей осындай жағдайға келді. Бірақ өте маңызды. Енді қараңдаршы. Енді қараңдар. Не дейді? Ары қарай жылжуды, ары қарай қиыншылықтарға қарамай, осы қиыншылықтарға қарамай, ары қарай тоқтатпа, ары қарай жасап қызмет етуді жалғастыр дейді. Бізге осында күш салу керек. Бізде ішкі дүниенің өзгерісі, адамдардың айналадағы және Құдай әкемен қарым-қатынас жасау. Осыған үш нұсқа береді. Бірінші, ішкі дүниеңде, жан дүниеңде болып жатқан. Және екінші, адамдармен айналып жатқан қарап. Үшінші, әкеңмен қарым-қатынас. Өзіңде неден бастау керек? Егер Тимофей сияқты қиыншылықтар болып жатса, өзің ішінде жан дүниеңді қиыншылықта. Басқа адамдарда шы? Павел айтады, Тимофей. Павел оған айтады, ескертеді, өзіңнен баста. Сен өзіңдегі болып жатқан түсінбесең, басқа адамдарға жәрдем бермейді. Сен үлгі бол. Сенің келі сөздің мәсіне өзің үлгі бол. Қаншалықты қиын болса да, қиыншылықтар болса да, сен осындай қарамастан, сен үлгі бол. Өзіңмен жұмыс істе. Өзіңе түбегейлі өзгеруің керек. Сен үлгі бол. Қандай үлгі болу керек? Кімге ұқсау керек? Иса Мәсіх сияқты болу керек. Өте оңай шешім, Иса сияқты болу өте оңай. Осы бірінші болу керек. Осы орталық осы. Осыны өзгертпесең, онда сен келі кітапты оқығаның да, басқасын бәрі, өткенің бәрі бекерге кетеді. Сен Исаға ұқсамасаң, онда істеп жатқан тірлігің бәрі басқа болады. Бізге қандай болуым керек? Қандай жағынан болуым керек бізге Исаға ұқсаған? Қандай жағынан? Бәр жағынан. Қалай сөйлесеміз? Кіммен қандай әрекет істейміз? Адамдарға қалай қараймыз? Сенім жағынан, барлық жағынан, жан жақты өзгеру керек. Иса сияқты болуым керек. Оңай дейсіңдер ме осы? Оңай емес. Осы уағыз айтып жатқанда қалай мен осыны айтам деген ойладым. Бірінші өзіме сұрақ қойдым. Маған өзіме оңай ма? Бәрі маған қарайды. Мен көршілерім көреді, үйімшім қарайды, бала-шағам қарайды, бәрі қарайды. Өтіп жатқан машинамның айналамдағы өткенде маған қарайды. Ой, мынау адам Исаға ұқсайды екен деп айта ма? Иса сияқты сөйлейді екен мынау. Бізге Иса сияқты қарым-қатынаста. Остан бастаңдар. Ештеңе істей алмайсың, біріншіден қарамасаң. Егер сен түбегейлі өзгермесең, ештеңе істей алмайсың. Жоқ, біз сондай сұрақтар қойымыз, өте маңызды сұрақ қойым керек. Мен өзгеріп жатырым ба? Қозғалып жатырым ба? Сол жолда жүрмін ба мен өзі? Басқа жаққа қарай кетіп бара жатырмын ба? Қандай жылдамдықпен өзгеріп жатырмын? Осы негізгі осы. Мен Иса сияқты бола алмаймын, ешқашан бола алмаймын. Осы мен мойындап тұр өзі, бола алмаймын деп қарасаң, осының өзінің бойсының жатқан сияқты. Осы айтып жатқаны, соны мойынсынып тұрған сияқты, мойындап шындығын айтып.
Значит, ол бұлай емес, ол деген өзгеріс келмейді. Ол рухани жалқаулық. Бәрі өзгерткен. Мынау мен азғым келеді мысалға. Оңай емес. Бұл да бізге ыңғайсыз. Вот кішкентай аз ғана ауыздырсам да, ол деген мен шыдай алмаймын кейдесі артық салмақ үшін. Мыңдаған заттар бар, миллиондаған заттар бар. Ол сол өзгеру үшін оған күш қуат салу керек, күш салу керек. Осыған күш қайрат салу керек. Өйтіп айтпаңдаршы, сіздер сұранатыным, мен өзгере алмаймын деп айтпаңдаршы. Міне, осы Иса сияқты бізден күтеді Иса, өзгертуді күтіп отыр. Біздегі рух. Рас, ал егер Құдай әке Исаны қайта тірілте алса, ол өзгерткенін біздің де қалайды. Бұл біздің ол әкеміз айтады, сен маған ұқсас болуың керек. Сен маған ұқсас бол. Аумин, аумин. Қазір осы мақсатқа бүгін жақындадым, қандай жылдамдықта. Менің 20 жыл, неше жылдан бері өзі 20 жыл, 25 жыл, 30 жыл сондай болса да өмір ештеңе өзгермейді. Не үшін? Бұл өте масқара ғой, неше жылдан бері өзгермесек, өте бізге масқаралық. Кішкентай болса да құсасқа үйренсек. Мен өзгере алмаймын деп. Онда мына ізгі хабар бостыққа ма? Мына ізгі хабар деген сөз. Мынау ізгі хабар деген дүниені өзгерту, білінген әлемді өзгерту. Мына ізгі хабар жұмыс істеп жатыр, өзгереді әлем. Ал егер өзгермесе ше, Құдай өтірік айтпайды. Просто осы өзгеріміз келе ме жоқ па? Бізде әр Құдай патшаның алдында айналамызда бауырластарымызға рухани өзгеруіне көмек көрсете алмасақ, онда біз отырғанда бәрі өзгеше, бәрі бос. Қызым, балам, менің. Қарапайым сөз ғой? Қайталаңдаршы осын сөзі. Қайталаңдар. Осыны істеңдерші, қазір қайталап. Осы біздің баламды алып бардым, мен балалар парикмахерге алып бардым. Солар сұрайды, парикмахерлер, кім мамаға ұқсайды, кім папаңа ұқсайды деп айтады. Ылғи да сондай әдетіміз бар бізде. Папаңа ұқсайды, мамаға ұқсайды. Осы маңызды ма? Бұл таңғаларлық нәрсе, бірақ маңызды емес бұл. Кімге мамама ұқсайды ма, папама ұқсайды? Рухани жағынан қарағанда өте маңызды. Бұл біздің өлім мен өмірдің арасындағы. Құдай әке ұқсайсың ба, жоқ па? Ұқса. Егер сен Құдай әкеңе ұқсамасаң, Иса Мәсih ұқсамасаң, онда үлкен мәселенің ішіндесің. Бізден басқа өзімізге ұқсайтын Құдайымыз әкеге басқа бізде емізде басқа Құдай жоқ. Айталасың ба, мен Исаға ұқсаймын. Бір түрлі да, бір түрлі ма? Көкірек па? Бұлай қарсаң көкірек сияқты айтылады. Егер балаңыз айтса, папама ұқсаймын десе, мақтаныш па?
мен так, менің түрім атам да маған түрге ұқсайды. Бұл это көкіректі мақтаныш емес. Бұл мақтаныш емес. Бұлар факт. Бұл дәлел ұқсаймыз. Қарапайым айтсақ та болады, бұлай сөзімізге. Маған қараңдар. Мен ұқсаймын, көктегі әкеме ұқсаймын деп айтыңызшы. Маған қараңдаршы. Қараңдар маған. Ой, осындай айту қиын, иә. Осылай айту қиын ғой. Мен Құдай әкемге ұқсаймын деп айтшы. Осылай болу керек. Сен үлгі болуың керек. Сен көктегі әкеңе, сен үлгі болуың керек. Соң ұқсас бол. Алма бағынан, алма ағашынан алма ұзаққа түспейді. Біз мысалы алма ағаштың мынау алма ағаштың жемісіміз. Жеміс ұзаққа кетпейді. Осы жеміс ағаштың алма алыс емес. Егер алма жемістен арғарай, ағаштан арғарай ұзаққа кетіп қалса, қайтадан оны жақындаттыру керек. Вот көрдіңіздер ме, сіздер арқылы Құдайды көру керек. Бұл сіздің өлім мен өмірдің арасындағы нәтиже. Бізге Иса Мәсіхтің түріне ұқсас болып, оның болмысына ұқсас болу, түбегейлі өзгеру, ылғи да жаттығу, киелі ізгі болуға жаттығу. Ал жарайды, екіншісі. Бізге шұғыл түрде басқаларға дешеследі жаттығы. Енді даму үшін Құдайдың сөзіне жаттығу. Біз тек қана туылып қана қоймай, Құдайдың біздің айналамызда ұмытпауымыз керек, қасымдағыларға да көмектесуіміз керек. Так. Ұшақта ұшып жатқанда мына оттегінің маскасын киіңдер деп айтып жатады. Бірінші өздерін киесіңдер, сол өздерін киіп аласыңдар. Соңынан балаға кигізесіңдер, басқаларға, нәрестелерге. Павелді сен өзің Құдайға ұқсас үшін өзіңнің өзгеруіңді қала. Соның өзінде басқаларға көмектес. Олар да ұқсас болу керек. Онда болмасаң, онда өзімшілсің сен. Қалай біз сонда не істейміз? Бұл тек қана бір нәрсе бар, сөз оқу туралы. Тек қана Құдайдың сөзді оқу. Құдайдың сөзін дауыстап оқы. Келіктеп оқисыз ба? Дауыстап оқы, мәнерлеп оқы. Одан кейін түсіндір. Осы сөзді түсіндір. Осы оқыған сөзді өміріңде қолданған. Осыны бізде көмектесу дейді, жетекшілік ету дейді. Келіктеп сіздер оқисыздар ма? Кім оқисыңдар? Жақсы. Бар, жетістік бар. Оны сен мәнерлеп оқисың ба? Дауысыңмен мәнерлеп оқисың ба? Мен дауысымды шығарып мәнерлеп оқимын. Мына құлағым есту керек, қасымдағы жаниям, қасымдағылар есту керек. Тек оқыған сөзді. Басқа адамдар ішінде, үйіңде дауысыңды шығарып, әйеліңе оқы, күйеуіңе оқы, ата-аналарыңа оқы, балаларың үшін оқып бер мәнерлеп, неберелеріңе оқы. Және сондай неберелеріңе ылғи да оқып жүр. Енді жанұяларыңда жиналғанда проблемаңды айтып отыра бергенше, кітапты алып ашып оқысаңдаршы. Дауыстап, мәнерлеп оқысыңдар. Проблема сонда мәселелерін кейінге қойсаңдар. Жұмыста да сол. Жұмыстарыңда сол.
ал жұмысыңда да олар кітапты ашыңдар да оқыңдар, бір-екі аяттарды оқып, солардың мінезімен есту керек. Киелі кітапта не жазылған туралы ол есту керек. Өте бұл осыдан басталады. Бәрі осы Құдайдың сөзі оқудан басталады. Сол адамдар сол адамдарды қолданып, бұл енді хабар деген сөз, ол өзгеру деген сөз. Түбегейлі өзгеру. Хабар болды. Кітапты не деген түсіндіреміз? Бұл сұрақтарды қой. Кел кітапты алмаңыз. Жігер беріп, басқалар үшін жеткізу. Құдайдың сөзімен бөлісіп, онымен жетекшілік жетін. Ялма Құдайдың сөз үшін. Оны жеткіз. Ойларыңды еміздің алдында тұру. Бізбен сұрайды. Оны жетілдір. Оны қолдан қорғап. Ялмаңыз. Құдайдың алдына келгенде еміздің алдында сұрайды бізден. Бізден сұрайды. Мен саған сөз бердім, сен бөліспедің ғой деп сұрайды. Мен сендерге осындай не бердім, сендер нұсқау бердім, сен оны орындамадың. Осы жауапкершілік, сен мына сөзді сендер, осы сөзді оқыдыңдар ма оларға? Айттыңдар ма деп сұрайды. Біз әрекетті дейсіңдер ма? Біз қалай адамдарды жетілдіреміз, тәрбиелейміз, жетекшілік етеміз. Қазір көрдің ме, көктемде бәрі дача, огородтар бар, сөзді су құйып отырғызғанда су құясыңдар ма? Бар, міне. Мына помидорды отырғыздыңыздар. Осы сатып алып, соны отырғызыңдар. Енді қанша рет суғары керек сол помидордың? Әрдайым помидорды әрдайым құю керек дейді. Неделя аптасына бір-ақ рет, бір айда 4 рет қойдыңдар. Ол өсіп жатыр, тазаладыңдар, ішінде тазалап қойдыңдар. Турцияға кетіп қалдыңыз, бір айға кетіп қалдыңыздар. Бір айдан кейін қайтадан келдіңдер. Не болды мына помидормен? Өліп қалды ол. Неге? 2 ай суғартына. Помидор өліп қалды 2 айдан. Бір сөз бар сонда, ылғи да әрдайым бір қалыпты болу. Бір қалыпты болу. Құдайдың сөзі келді, Құдайдың сөзімен қолдану әрдайым. Осы сөзін ары қарай. Бізде рухани қауым жетекшілері қол қойрасым елемей жүрме. Ол сенің жеке дарының емес, пайғамбарлық хабарын келі білдіріп, рухани сый. Осы сөздерге терең мән беріп, өзіңді арна. Сендегі жетістіктер басқаларға да аян болсын. Өзің үйреніп отырған іліміңе де мұқият ықылас аудар. Рухани сый, өзгер, ары қарай жалғастыр. Оған өзіңе үйреніп отырған іліміңді ары қарай жалғастыр. Бұл өте маңызды сұрақ. Құдай сіздерге сыйларыңды берді, таланттар берді. Ол өтірік, егер мен ешқандай сый алмадым деген сенімше. Просто сол алған сыйың өзіңе ұнамайды ма?
егер сен шын мәнінде Исаға сенуші болсаң, ол сенде бұл енді Құдайдың сөзі. Сен сол Иса Масихтың денесінің бір мүшесісің. Сенде бар сол сый, талант бар. Сол сенде бұл анық, нағыз анықты. Сен оны менсінбей жүрме. Өте қауіпті мәселе. Қызмет ет, іліміңе мұқият ықылас аудар. Оған үйреніп отырған, өзің де өзгер, басқаларды. Мына жетістіктерді көруіміз керек. Естерінде ма, иеміз қожайын деген бәріне берді, таланттарды берді. Біреу естерінде ма, 25-ші тарауда Матайдың жазылған, хозяин сұрайды, неге сен көміп қойдың дейді. Ол не айтты? Ондай мақсаты қандай болды? Ол соны елемей жүрген не мақсат болды? Мен қорықтым деді. Неге қолданамайды өздерінің берген таланттарын, берген дарындарын қолдан? Не үшін қорқады? Неге қорқамыз? Егер бізден істесек болмай қалады, жетістікке жете алмай қаламыз. Мен әлде біреуге ұнамай қалады, мен соттайды. Тағы қандай мәселелер? Ол менен бас тартады, мен сөз айтсам. Мен Құдайдың сөзін айтсам, ол менен бас тартады. Әлде біз қорқамыз, дұрыс айта алмаймыз деп Құдайдың сөзін. Неден қорқамыз? Біз ыңғайсыз жағдайдан қорқамыз. Біз ыңғайсыз жағдай бірдеңкеден бас тарту керек еді. Бірінші қызметімізде. Қазір жаңбырдың сөзінен су көбейе бастады, бірінші подвал. Суды шығара бастады, бірінші этаждағы подвалдағы суды. Су не бастады. Бұл енді ыңғайсыз жағдай ғой, солай ғой. Сондай судың бәрін төгіп, шығарып деген подвалдан. Бұл да қызмет. Осылай еріншікке салынып, суды төгейін ба, жоқ кино көрейін ба деп. Сол ыңғайсыз жағдай мынау, айтып отырғанымыз. Біздің маңызды мәселеміз, негізгі мәселеміз. Осы естеріңде ғой да, осы Құдайдың берген сыйын ол қызметке қоспады, істемеді. Оның соңы не болды? Сол үшін Павел Тимофейға айтады, мына қызметіңді тастама. Мына сенің жетістіктерің көріну керек адам арасында. Құдай қайтып келгенде, жауап бергенде не деп айтамыз? Біз қалай жауап береміз? Біз таланттарымыз қолдандық па, жоқ қолданбадық па? Біз не үшін шақырылғанымызды? Мен бірінші мен өзімнен сұраймын. Мен соншалық жетілген адам емеспіз. Мені Құдай шақырды жерге. Маған киелі рух арқылы берді. Бүгін 25 майда менің қол қою рәсімде өтті. 23 жыл бұрын мен пасторлық қол қою рәсімде өттім. Соға дейін, қол қоюға дейін мен 5 жыл мен уағыз айттым. Мен осы шақырылғанымды менсінбей жүрмеймін. Мен өте сыйлаймын, құрмет тұтамын. Мен қалай солай қызмет еткенді ұнатпаймын. Мен ешқашан ұмытпаймын басында кім болғанымды, кім мені құтқарды, және мені кім күтіп тұр көкке. Мен өзімде ең соңғы күшімді берсем де қызмет етемін.
Конечно, бұл кейбір кездерде бұл қиын оңайлық болмайды. Біздің Құдайымыз өте кереметке. Біз өте кемелдеген, өте жоғары некен деп бола алмаймыз. Сол үшін шақырылғандарыңды менсінбей жүрмеңдер. Біз неге шақырылдыңдар соны? Вот, мына баланы өсірді. Бізге қой осындай папамызды. Барлықтарыңа сұрақ қойыңдар. Менің шақырылғаным не үшін шақырғаным? Менің қандай дарындар бар? Мені қандай қызмет етуің керек қауымда? Мен осы дарындарыммен қызмет ет. Сенде басқа дарының болса, біреумен салыстыру керек жоқ. Ол дарының болмаса, сен оның қызметті істей алмай-ақ қой. Егер мен осы мұқият ықылас аударып жүрмін ба қызметіме? Осы келгенде ертең біз үйемізге бетіне қарауға лайық болуымыз үшін. Құдай әке, силарың егер менде жетістіктер болып жатса, оны менсінбей жүрмеймін. Рухани өсіп жатса, өсіп жатсаң, егер сен рухани өзің ғана өсе берсең, рухани жағынан семіріп кетсең, басқаларға көмең болмаса, қызмет етпесең. Бұл өте маңызды, бір-бірімен байланысты бұл. Паулдың жазып атқаны жетістіктер деп, жемістер деп жазып жатыр. Қызмет етуде ылғи да әскери терминдерді қолданады. Сол Тимофей, сен алға жүр. Бұл енді паркта қыдыру серуендеп жүру емес бұл. Бұл қыдыру емес. Бұл әскери, бұл әскердің қызметі. Әскер алға қарай жылжиды. Қиыншылықтарға қарамай, ластанға қарамай, ештеңке. Сонда не болсын? Ол мүмкін ол жаралы болса да, ол соның жемістерін көреді. Вот мұны деп айналадағылар көріну керек. Оларға үлгі болу керек. Қиын болса да алға қарай жылжи бер. Осы қиыншылықтар болса, мен ары қарай жүре аламын ба? Әлде шаршадым ба? Немен бітеді? Енді немен бітеді? 16-шы осыған мән бер. Әрдайым осымен осылай отырғандарды ілімге мұқият аудар. Өзіңді де үйретіп отырған іліміңе де мұқият ықылас аудар, атқара бер. Өзіңді тыңдауға да күнәдан аман сақтайсың. Өзіңді де басқаларды да Құдай. Өзіңмен бірге жұмыс істей бер. Өзің ары қарай жұмыс істей бер. Өзің қасындағыларға жалғастыра бер, өзің дарымен осылай істей бер. Осыны әрдайым дейді, әрдайым. Ылғи да әрдайым көмек көрсете бер дейді. Соған тұрады ма? Қашан қиналып кеткенде сол керек па саған? Сол осыдан жетістік бола ма, болмай ма? Осындай кезде қызмет болады. Өте керемет шындық болады. Қызмет. Осы соңында өте керемет жетістіктер болады. Осы үшін Құдаймен кездесу, осы қызметтерді еткендер үшін көрсін. Біз сондықтан сол үшін қызмет етеміз. Қиыншылықтардың бәрін шыдаймыз. Біз бәрін құтқаратын
адамзатты құтқаратын. Құдай саған рахмет айтамыз, осы сөзің үшін рахмет. Қауым үшін де сенің Құдайдың сөзі үшін де рахмет. Келі жазбалар үшін. Бүгінгі уағызымыз әшейін қарапайым жай сөз емес. Бұл өте пайдалы бүгінгі. Біз бір уақыттар келеді, біз осы қиыншылықтан өтіп шығамыз. Бәріне өтеміз. Біз остан өтіп шығамыз бәрінен. Бізде бар. Біз рухани қайта туылған болса, бізде әрдайым мүмкіншілік бар. Бізге не керек екенін, бізге қозғалу керек екенін, бізге жалғастыру керек. Бір ары қарай да жалғастыра береміз. Бізге түбегейлі өзгеру өте маңызды. Түбегейлі ылғи да өзгеріп отыру. Бізде жаттығу, бізде келлікке, ізгілікке өзімізді тәрбиелеу. Біз Құдайдың сөзіне, басқаларды Құдайға сөзге үйретіп, тәрбиелеп Құдайдың сөзіне. Бізге Құдайда, қауымда қызмет етуіміз керек. Осы берілген Құдай бізге ақыл бер, бізге батаңды бере көрек, бізге ақырында шейін жүруге күш бер. Шаршамай, шалдықпай жүруге бізге күш қуат бер. Құдай, осы қазір қауымды сені білмейтін адамдар үшін сыйынамыз. Қазір сені танымайтын адамдар үшін отырған, солар үшін де сыйынамыз. Құдайым, өзі келгенің үшін, осы әлемге келгенің үшін рахмет. Біз сыйынамыз. Әрбіреуіңе сыйынамыз. Құдайым өзгертіп. Құдай, менің патшам. Құдай, мен бәр күнәмді кешір. Мен саған ұқсағым келеді. Көмектескім келеді айналама. Құдай, жарылқашы мені. Аумин.